Ассалаумағалейкум, кеш жарық баршаңызға, қалайсыздар? Кеше айтқандай, бүгін New Wave компаниясының толыққанды қысқаша маркетинг планына көз жүгіртеміз. Маркетинг планды барынша қысқа, нақты, без воды, әдемілеп, қысқа нұсқа қылып, барынша мықты қылып түсіндіріп өтемін. Және де соңынан сұрақтарыңызға жауап беріп өтемін. Хорошо? Ең бірінші әрине мынау неге өнім, жаңа айттық қой, кез келген компанияда өнім болады, және де сол өнімді жылжытатын маркетинг болады, және де сол компанияның жүйесі, обучениесі болады. Осыны 3 кита деп айтады. Яғни мынау 4 құбыласы тәрізді, осы 3 бағыт мықты болу керек. Соның ішіндегі өнімді біз күнделікті айтып жүрміз. Өнімнің құндылығы, өнімнің сапасы, өнімнің сертификаты, өнімнің сан мыңдаған нәтижелері, отзывтары күнделікті айтып жатырмыз. Күнделікті нәтижені алып жатырмыз. Күнделікті қаншама елдермен, қаншама халықпен жұмыс жасап жатырмыз. Довольны дейді ғой, разы болған клиент, довольны клиенттер күннен күнге көбейіп жатыр. Енді давайте сол маркетинг план, жылжытатын маркетинг планға кішкене көз жүгіртейік. Енді маркетинг планды бірден бастап кетеміз. Ең бірінші, ал менің осы жерде слайдтарым. Так, мен комментарийді өшірем, кешіріңіздер, өйткені көрінбей тұр. Жарай ма? Так, комментарийді өшірем. Мынау сіздерге көрінеді деп ойлаймын. Ең бірінші New Wave компаниясының артықшылықтарына көз жүгіртейік. Артықшылықтар, преимущество дейді. Ең бірінші преимущество ол заңды халықаралық компания. Заңды халықаралық компания. Яғни оны дәлелдейтін ассоциация прямых продаж деген ұйым. Кеше айттық қой. Кез келген мықты заңды компанияның күнделікті бізде шығып жатыр ғой, неше түрлі сан мыңдаған компаниялар бар. Көбейсін дейміз. Көбейген үстіне көбейе берсін. Олардың түпкі ниеті адамның денсаулығына жақсы, адамның денсаулығын жақсартатын өнімді бірінен соң бірі конкурентпен шығарып жатыр. Ол шығара берсін. Ол бізге жақсы. Енді сол фарм компаниялардың барлығын мемлекет құзырында ұстап, контрольда ұстайтын болса, именно шығып жатқан компаниялардың жүйесін, сапасын, сертификатын, заңдылығын, барлығын қадағалайтын ол ассоциация прямых продаж деген ұйым деп айттық кеше. Сол ұйымға осы мыңдаған компаниялардың ішінде 18-ақ компания кіреді. Соның ішінде міне New Wave компаниясы бар. Яғни өнім құндылығы халықаралық стандартта, өнімнің сапасы кез келген уақытта өзгермейтіндігіне, маркетинг планының кез келген уақытта өзгермейтіндігіне именно ассоциация прямых продаж как гарант ретінде ғой. Сол ұйым бүкіл сұрақтың барлығының, возражениенің барлығын жабады. Ассоциация прямых продаж дейсіз бе? Нағыз сапаны түсінетін, нағыз осы бағыттың жаңағыдай оңды солды айыратын адам бірден ол сұрақты жабады. Демек, өнім мықты, демек, компания халықаралық деңгейдегі жоғарғы стандарттағы зауыттармен жұмыс жасайды. Екіншісі ол әрине биля правах. Яғни, білесіздер енді, көптеген жүйе, көптеген компаниялардың көшбасшыларының ең көп таяқ жейтін нәрсесі ол маркетинг планның кез келген уақытта бейтарап өзгеріп кетуі, компанияның ықпалына қарай. Яғни маркетинг планның 4 жылда, немесе 3 жылда, немесе 2 жылда, кейбір компаниялар 1 жылда өзгерте береді. Түсіндіңіз ба? Ешкімден сұрамай. Именно биля правах осы New Wave компаниясында бар. Сол үшін де маркетингтің кері өзгеруі, кері жаққа өзгеруі мүлдем защищенный. Осы мысалы 3 жылдың көлемінде маркетинг план ешқандай, еш бағытта, жаман бағытқа өзгермеген. Оның дәлелі міне компаниямыздың тұрақтылығында. Түсіндіңіздер? Үшінші ол премиум класстағы өнімдер дейді. 39-дан астам
уже өнім бар, күнделікті продукциялар шығып жатыр. Ертең Алла қаласа тағы да бір өнім шығады, одан кейін тағы да бір өнім деген тәрізді. Яғни әр 2 ай сайын, әр 1 ай сайын жаңа санаттағы өнімдер қосылып жатыр. Өйткені білесіздер, компания продукциямен жұмыс жасағаннан кейін продукты де как iPhone тәрізді. iPhone 16, 17, 17 Pro Max деген сияқты бағытта өзгеріп отыру керек. Жан-жақтылықты өзгеріп отыру керек. Себебі бұл өнімдердің артында дәрігерлік кеңес бар. Дәрігерлік кеңестің артында научный кеңес бар. Научный совет дейді. Бүкіл өнімдерді жаңағыдай жақсы бағытына қарай өзгертіп, ары қарай үстіне обновляция етіп, өте керемет бағытта жаңағыдай мықты өнімдерді бізге тауып өндіріп беріп отыр. Түсіндіңіздер? Енді төртінші, ол идеальный шикарный маркетинг план. Идеальный шикарный маркетинг план гибридный деп айтылады. Даже бізге айтып жатыр, именно New Wave маркетинг деп айтыңдар деп жатыр. New Wave, өйткені бұл маркетингтің, былайша айтқанда, аналогы жоқ десек те болады. Именно ең бірінші преимуществосы ай сайын заказ салу жоқ. Ай сайын активность, заказ, балл, немесе подтверждение, немесе жаңағыдай 6 ай сайын, немесе 1 жылда активность салатын компаниялар бар. Активность жоқ деп айтады. Но 6 айдан кейін, немесе 1 жылдан кейін сол кірген пакетіңізді қайтадан талап етіп тұрады. Бұл жерде ондай жоқ. Бір рет вложение тастадыңыз, бітті. Компания сізден ешқашанда қайтып активность жаса, қайтып орныңды аш, қайтып магазинге сал деген сияқты талаппен сізге ешқашанда шықпайды. Активность жоқ. Түсіндіңіздер? Мүлдем жоқ активность. Бір-ақ рет өнім алдыңыз, болды. Сіз компанияға вечно уже несіз, не дейді андай, партнерсыз. Екіншісі выращивание жоқ. Выращивание деген не ол? Именно өсіру. Мынау өзіңнің деңгейіңді өсіру үшін 2 супервайзер жаса, 2 менеджер жаса, 2 директор жаса деген сияқты тәртіп мүлде жоқ. Выращивание жоқ деген сөз, сіздің баратын жолыңыз 10 есе қысқарды деген сөз. Кез келген компанияда выращивание қойды ма, демек сіздің жүретін жолыңыз 10 есеге ұзарды деген сөз. Түсіндіңіз? Бұл жерде выращивание лидеров деген нәрсе жоқ. Үшінші, подтверждение деген нәрсе жоқ. Подтверждение деген не ол? Бір статусыңызды, белгілі бір статусты 3 ай подтверждать етіп отыр. Немесе 6 ай подтверждать етіп отыр. Сол кезде ғана біз саған тұрақты статусты береміз деп айтады. Егерде подтверждение болып 2 ай подтверждать етіп, 3-ші айда соны подтверждать ете алмай қалсаңыз, сол статустан, сол белестен көп компания құлатып жібереді. Бұл жерде ол жоқ. Подтверждение жоқ. Төртінші нәрсе отрыв деген жоқ. Күйіп кету, жанып кету деген. Отрыв деген не нәрсе ол? Отрыв бар болатын болса, мен сізді шақыратын болсам, сізді өспеуіңізді маған теңесіп, менен өсіп кетпеуіңізді мен былайша айтқанда тілеп отырамын ғой. Неге? Өйткені сіз менен теңесіп, менен деңгейіңіз асатын болса, егерде отрыв болатын болса, сіз менің конкурентім, сіз менің бақталасым болады екенсіз. Сол үшін де отрыв бар компанияларда әрдайым көшбасшы өзінің командасынан өзі қашып, өзінің командасынан өзі былайша айтқанда безіп отырады. Неге? Өйткені отрыв соған мәжбүрлейді. Оны именно классикалық маркетинг планда жасаған көшбасшылар нақ біледі. Күйіп кету, жанып кету деген нәрсе жоқ. То есть, белгілі бір объемды жасамасаң күйіп кету, немесе активность жасамасаң күйіп кету, немесе бал жаппасаң күйіп кету, немесе каталог жаппасаң күйіп кету, немесе ай біткен кезде бүкіл обороттың барлығы күйіп кететін компаниялар бар. Бұл жақта бірде-бір сіздің адал жасаған еңбегіңіз ешқашанда күймейді. Түсіндіңіз? Сосын уақытпен шектеу жоқ. Уақыт. Яғни белгілі бір уақыттың ішінде мынанша оборот жасайтын болсаң, сен жетістікке жетесің, жасай алмай қалатын болсаң, ол обороттың бәрі күйіп кетеді деген бағыт жоқ. Әркім өз несімен, жылдамдығымен жүреді. Біреу тез жүреді, біреу орташа жүреді. Бір кісі мүлдем жай жүреді, бір кісі мүлдем жүрмейді. Әркімнің өзінің скорысы. Бірақ сол өзінің тарапынан болған еңбектің барлығы сақталып, сол күй тұрады.
2 жылдан кейін келсеңіз де, 3 жылдан кейін келсеңіз де, дәл сол оборотыңыз көбеймесе азаймай тұрады. Не деген, вот осы жері өте керемет. Және де келесі ол бинар 20%. Лимит аптасына 15 миллион теңге. Именно осы бағыт өте үлкен мықты көшбасшыларға преимущество осы жер. Өйткені білесіздер, ең жоғары пайызды беретін, ең көп ақша ол бинарда. Бірақ сол бинардың пайызы жоғары болғанмен лимит қойып қояды ғой. Лимитті көбісі біле бермейді. Лимит дегеніңіз бұл жерде аптасына 15 миллион теңге, айына бинардан 60 миллион теңге суыруыңызға болады. Бинар деген өте шексіз сізге берекені, шексіз өз еңбегіңіздің, командаңыздың еңбегіңіздің выхлопы деп айтсақ та болады. Түсіндіңіздер ма? Сол үшін де бинар бұл жерде тағы да айтамын, 20% короткий ножкаңыздан и аптасына 15 миллион теңге кез келген статустағы, даже бүгін келген новичоктың ешқандай статусы болмаса да бинары лимиті 15 миллион теңге. Оны қазір түсіндіріп айта кетемін. Сосын НДС, енді бұл алдыңғы слайд, НДС қазір 16% болып білесіздер, я? 16% болғандықтан көп деген компанияларда өнім, былайша айтқанда, қымбатқа түседі бәрібір қанша дегенмен. Бұл жерде қазір компанияда 16% болса да, компания НДС-ін өнімге қоспайды ешқай. Оны біліңіздер. Компания өзі бөлек төлеп отыр. Сіздің қағазыңызда, чегіңізде, прайслингіңізде келген кезде НДС плюс НДС деп келмейді. Кез келген магазинге баратын болсаңыздар, продукт алатын болсаңыз, астында не тұрады? Плюс НДС 16% деп тұрады. Өнімге қосып жүреді. Бұл жерде ең мықты преимущество өнімге қосылмайды. Түсіндіңіз? Ол да үлкен преимущество. Және де 6-шы путешествие 100%, 100% тегін премиум класстағы путешествиені береді компания. 100% тегін премиум класстағы жылына бір рет, максималды 2 рет путешествие береді. Именно сіздің атқарған тірлігіңізге байланысты. Және де путешествие туралы да қазір сөйлесеміз, оның деңгейі, оның условиясы барлығы туралы. Хорошо? Енді екінші слайдқа кеттік. Так, екінші слайд. Мінекей. Так, екінші слайдта міне. Енді ешқандай артық әңгімесіз да мына жерде. Екінші слайд. Компания бүкіл преимуществосын компания статусқа бекітпеген. Статусқа, уақытқа, басқаға емес. Бұл маркетингтің ең мықты преимуществосының барлығы сіздің кірген пакетіңізге бекітілген болды. Яғни, маркетинг планда түсінетін көшбасшылар осы жерде нақ түсінеді. Сіз көптеген компанияларда бинарлық бонустың 1%-ға, немесе 2%-ға, немесе 5%-ға артық болу үшін сізге не деп айтады көп жерде? Статус, бересіңді жоғарлат деп айтады. Директор бол, немесе бриллиантовый директор бол деген тәрізді. Дұрыс қой, я? Сол кезде ғана мен сенің бүкіл преимуществоңды көтеремін деп айтады. Яғни, бинардың пайызын 20% қылу үшін сізге $1 миллион оборот, $1 миллион оборотты жаса, содан кейін барып 20% көтерілген оңайма, немесе сол бүкіл преимуществоның барлығын дәл бүгін тіркеліп, дәл бүгін сатып ала салған оңайма. 720 мың теңгеге. Выбор, көрдіңіз ғой, я? Ең үлкен пакет болатын болса, сіз компанияның ең үлкен статусында тұрған көшбасшысымен бірдей пайыз алып отырасыз. Яғни, бүкіл преимуществоның бәрін пакетке бекітіп тастаған. 5 түрлі пакет бар. Ең үлкен пакет максимум деп аталады, ол 720 мың теңге. Одан кейінгі пакет 360 мың теңгеден жоғары. Одан кейінгі пакет 180 мың теңгеден жоғары. Одан кейінгі пакет 90 мың теңгеден жоғары. Одан кейінгі ең кіші пакет 45 мың теңгеден жоғары.
түсіндіңіздер? Және де бұл пакеттердің ішінің барлығында да өнім тұр. Өніммен бөлек франшизасы ішінде тұр. Өміріңізде бір-ақ рет осы бір пакеттерменен кіресіз, оған өнім аласыз, және де франшизасына бүкіл компанияның маркетинг планын, преимуществосының барлығын сатып аласыз. Яғни ең бүйірде преимущество дегеніңіз үлкен пакетте тұр. Мына жерде тұрған бизнес 180, элит 360, 720 максимум деген пакет сізге бүкіл бизнестің және де өнімге келген преимуществоның барлығын береді. Жоқ, мен тек әшін жай клиент боламын, өнім алып отырамын дейтін болсаңыз, 90-45 мың теңгенің пакеттің төңірегінде бола берсеңіз болады. Өйткені барлығында да сізге компанияның ең төменгі преимущество, скидочный ценасын береді, клиенттік партнерлық ценасын береді. Түсіндіңіз? Енді бұның не айырмашылығы бар? Қараңыз. Начально деген пакетте, предстарт деген пакет бар ғой, сол 45 мыңдық пакетте сіз рекрутинг бонус деген 15% аласыз. Бірден түсетін ақша 15%, ал элит пен максимумде 30%. Екі есе, уже роль ойнап тұр, көрдіңіз ба? Екі есе табыс ана жақта тұр. Және де командный бонус дегенде ең төменгі пакетте 5%, ең жоғары пакетте 20%. Почти 4 есе артық ақша тұр ана жерде. Түсіндіңіз? И үшінші матчинг бонус дегенде 45-90-да ол жоқ атымен, 180-де бірінші линиядан 15%, элитте 1-2 үшінші линиядан 15%, ал 20 мыңдық пакетте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 линиядан. Енді не жерде қате кетіп қапты, көрдіңіз ба? Чат GPT қате жіберген. Негізі 8 линия емес, 7 линия. 8, 9 деп жерді мына жерде, ол дұрыс емес. 7 линияға дейін түсесіз. Түсіндіңіз бе? Және пакетті 2 жолмен көтересіз. Яғни бүкіл преимуществоның барлығы, демек, үлкен пакет деген ғой. Бизнеске келген адам түпкілікті мақсаты пакетін жоғарлатып алу. Жоғарлатып алудың ешқандай вложениесіз 2 жолы бар жоғарлатып алудың. Біріншісі ол әрине апгрейд. Любой кез келген уақытта апгрейд жасасаңыз болады. 45-тен 90-ға секірсеңіз, 90-нан 180-ге деген тәрізді. Кез келген уақытта. Екіншісі рекрут арқылы. Яғни ең кіші пакетпен келіп, тек өзіңіз тәрізді адам шақыратын болсаңыз, сол адамдар арқылы да пакетіңізді жоғарлатып алуға болады. Яғни предстарттан начальныйға өзіңіз тәрізді 45-50 мың теңгемен 2 адам жазатын болсаңыз, сіздің пакетіңіз 90 мыңдық пакетке көтеріледі. Автоматом ақша беріп алмасаңыз да. Екінші, предстарт, яғни 90 мыңнан 180 мыңдық пакетке көтерілгіңіз келетін болса, онда дәл сол 90 мыңдық пакеттен 3 адам жазатын болсаңыз, почти шамамен сіздің пакетіңіз бизнеске көтеріп кетеді. Түсіндіңіз? Ал енді пакетіңіз 180 мың бизнесте тұрып, элитке шыққыңыз келетін болса, онда не істейміз? Онда дәл өзіңіз сияқты бизнеспен 2-3 адам шақыратын болсаңыз, сіздің пакетіңіз элитке көтеріп кетеді. Ал элитте тұрып, дәл максимумға шығатын болсаңыз, өзіңіз тәрізді элитпен 2 адам шақыратын болсаңыз, максимумға көтеріп кетеді. Общий санағанда, ұзын сөздің қысқасы, 45-50 мың теңгемен адам кіріп алып, адам жазып отырбақ, үлкен 720 мыңдық пакетке шығып кетуге болады. Ешқандай вложениесіз, ешқандай артық ақша төлемсіз. Түсіндіңіз? Ол енді интернетпен, онлайн жұмыс жасайтындарға өте мықты преимущество. И самый главный, компания арасында мықты преимуществолар береді. Акциялар. 180 мыңға жазылған кісілерге 360 мыңдық пакетті беріп жатады арасында, 360 мыңға жазылған көшбасшыларға 720 мыңдық пакетті жіберіп жатады. Сондай промоушнды міндетті түрде жіберіп алмаңыздар. Сол промоушн мықты адамға өте күшті старт береді. Чем бүйтіп майдалап жүргенше, лучше бір курсқа кетеді ғой, бір курсқа бір адамға 180 мыңның заты толық кетеді 3-4 айына. Сол үшін де
үлкен қылып алатын болсаңыз, бірінші арзан аласыз, екіншіден өнім тоқтаусыз ішіледі, үшіншіден қандай ағзадағы диагнозға ішсеңіз де нәтижені аласыз, үшіншіден бизнес жағынан старт тез аласыз. Неге? Тегін алып ішу тәртібіне оңай тез шығасыз деген сөз. Өйткені компания сізге өмір бойы сатып алып іштеп тұрған жоқ. Бір рет қана өзіңе вложение жасап, болған нәтижеңді алдамай, асыра сілтемей, шыныңды, шынайы отзывыңды айтып, қалған шетін өніміңді өмір бойы тегін іштеп тұр хотя бы. Ең болмағанда. Түсіндіңіз? Сол бағыттың барлығын мынау маркетинг план көрсетіп береді. Және де оған ең тез шығатын, ең үлкен пакеттерге жазылған екен. Келесі слайдты алайық. Жаңа айттық, ең бірінші ол преимущество не дедік? Пакет дедік. Пакеттің ішінде бірінші рекрут бонус дедік. Рекрут бір кішкентай пакетпен 15% береді, үлкен пакетте 30% береді деді. Бірақ ақшаның көкесі, мен сіздерге айтайын, ол бинарда, ол командада, ол команда құрғаныңызда. Түсіндіңіз? Именно бинарында ақшаның көкесі. Оны былай деп түсіндіреміз. Яғни сізге компания айтады, өміріңізде бір-ақ рет өзіңіз тәрізді денсаулығын қалыптастырғысы келетін, денсаулығын жақсы қылғысы келетін, дамығысы келетін, жан тәнін дамытқысы келетін, интеллектуалды біліммен сусындағысы келетін, және де елдің барлығын тегін көргісі келетін. В общем, айтады ғой, адамға үш жақтама дамы деп айтады. Жаныңды, тәніңді и интеллектуалды, жаңағыдай рухани дамуыңды талап етеді. Сол тәрізді, өзіңіз тәрізді екі адам өміріңізде тауып, өміріңізде активный екі адамды шақыр деп тұр. Әр адамға. Түсіндіңіз? Енді сізге бір сұрақ. Сізге бір ай уақыт береді. Бір айдың ішінде өміріңізде бір-ақ рет екі адам шақыру болады ғой. 500 адам тойға шақырып тастаймыз ғой. Соның 80-90% керек жоқ. Бізге активный екі адам керек деп айтады. Екі адамнан кейін сол екі адамға да именно система бойынша олардың да түйсігіне соны саламыз. Саған да өміріңде екі адам. 2 ай болды, сізде 4 адам болдыңыз. 3 ай өтті, 8 адамсыз. Оларыңыз нәтиже алып жатыр, өнім алып жатыр, ішіп жатыр, өнімнен нәтиже алды, сенді, офиске барды, конференцияға барды деген сияқты. 3 айдың 90 күн болды, сіз 8 адамсыз. Ол қалыпты, качественно ол. 4 ай болды, 16 адам болдыңыз. 5 ай болды, 32 адам болдыңыз. 6 ай болды, 64 адам болдыңыз. 7 ай болды, 128. 8 ай, 256. 9 ай болды, бизнесте, кәсіпте, осы компанияда жүргеніңізге 512 болдыңыз. 10 ай болды, 1024. 11 ай болды, 2048. 12 ай, 1 жыл болды, 4096. Барлығын санайтын болсаңыз, сіздің командаңызде 8000-нан астам адам болды. Енді сізге бір сұрақ. 8000 адамның барлығын сіз шақырған жоқсыз ғой. Сіздің бар болып шақырғаныңыз, ықпал еткеніңіз, ары кетсе бір 7-8 адамға ықпал жасаған шығарсыз. Одан кейін метод дубликация, бірін-бірі қуалап, біреуі Қырғызстаннан, біреуі Әзербайжаннан, біреуі Ақтөбеден, біреуі Ақтаудан. Анау результат Анда шықты, мынау результат Қытайға шықты. Бір-бірін қуалап, игере алмай қаласыз. Неге? Өйткені мықты өнім әрқашанда өз-өзін жарнамалайды. Мықты өнім. Егерде нәтиже беретін болса, өз-өзін жарнамалап, өз-өзін қуалап кетеді. Қайда шығып, қайға кеткен игере алмай қаласыз. Сол тәрізді 8000-нан астам адам метод дубликация бойынша 1 жылдың төңірегінде жиналса да, жарайды 2 жылдың төңірегінде жиналса да, ол жиналады. Егерде сіздің ниетіңіз, егерде сіздің шынайы әрекетіңіз, аузыңыз тоқтамаса. Хорошо? Енді қараңыз,
сол 8.000 адамды 4.000-ын мында бөліп тастайық дейік. 8.000 адамды бір жылдың көлемінде. Яғни манағы 5 пакеттің үлкеніне де, элитке де емес, ең сол ортасындағы ең төменгі пакетті алайық. 200 CV деп. 4.000-ды 200-ге көбейтесіз, 800.000 CV көбейтесіз 20%, тең сіздің тапқан табысыңыз $160.000. $160.000. Түсіндіңіз? $160.000 енді көбейтіңіз 450-ге. Сол кезде сіздің ақшаңыз шығады. Так. Енді калькуляторыңыз болса есептей салыңыз. Мен доллармен айта салайын. $160.000 шығады екен. Ол примерно теңгеге 160.000-ды біздің курс 450-ге көбейте салыңыз, сол кезде теңгеңіз шығады. По-моему, 56 миллион теңге. 56 миллион теңге сіздің бір жылда бинардан тапқан табысыңыз. Және де сол примерно 50-55-56 миллион теңгені біз дәл осы критерий бойынша осы жаққа салып, өзіміз бір жылда таптық. Түсіндіңіз? Именно бинар соны береді, егерде осы есеппен жүретін болсаңыз. Және де мұндағы бүкіл обороттардың барлығы бір-біріне түсіп кете береді. И лимит бинарда 15 миллион теңге аптасына. 15 миллион теңге аптасына. Түсіндіңіздер? Ал айына 60 миллион теңге. Және де бинар 20%. Бүгін тіркеліп, бүгін 20%-ке ие болсаңыз болады. И бинардың бұл жерде несі жоқ. Қалай айтса болады? Цикличность. Бинардың өзінің де бір минустары болады екен. Цикл дейді. Сосын не дейді? Күйіп кететін, жанып кететін, ондай емес. Бұл жерде қойып бір объем түссе де теңесі түсіп кете береді. Теңесі түсіп кете береді. Теңесі түсіп кете береді. Түсінікті? И объем күймейді ешқандай. Көптеген компанияларда цикл жабылмаса, теңеспеген объем күйіп кетіп жатады екен. Бұл жерде бүкіл объемыңыз сақталып тұра береді. Хоть бір веткаңызда 5 миллион оборот болса да күтіп, сіздің қашан қимылдайтыныңызды күтіп отыра береді. Хорошо? Және де бинардың бір кереметтілігі біздің предыдущий именно кейс дейді ғой, кейс. Именно бинардан айына 15, 25, 40, 35 миллион теңге табысқа дейін жеткенбіз біз өзіміз. Бинардың құндылығы, бинардың берекелілігі, бинардың өте үлкен ақша беретіндігі, выхлопын біз өзіміз өз шкурамызбен сезінгенбіз. Сол үшін де именно мына бинардың лимиті аптасына 15 миллион теңге, айына 60 миллион теңге деген, ол енді шикарно, былайша айтқанда, шикарно. Ешқандай статусқа, ешқандай неге байланбаған, самый главный. Өйткені көптеген компанияларда 20, 30, 40% бинар беремін деп айтады, но лимит қойып қояды, лимитін айтпайды. Түсіндіңіздер? Сол үшін де именно бинармен, командный бонуспен команда құруға талпынсаңыздар, мынау өте күшті не береді екен. Енді келесі, енді мынаны қараңыздар. Бұл жерде бинар мықты деп тұрмыз ғой, бірақ бинардан да мықты бонус бар. Именно Newwave компаниясында. Ол не? Ол matching бонус. Чека деп айтады. Matching бонус. Matching бонус не береді? Matching бонус бұл жерде жаңа не деп айттық? Ең үлкен пакетте сіз болатын болсаңыз, ең үлкен пакетте болсаңыз, сізге 7 линиядан, 7 линия оң жағыңыздан, 7 линия сол жағыңыздан чека береді. Енді екінші жақты айтпай қойық, бірақ ветканы есептеп шығайықшы, бір ветканы. Сіздің бірінші тармағыңызда 5 адам болды деп айтайық. Енді клиенті бар, басқасы бар, бәрін жаппай. Иті бар, мышығы бар, бәрін жаздыңыз ғой, 5 адам. Екіншісі, екінші тармағыңызда метод дубликация бойынша 25 адам болды. Үшінші тармағыңызда 125 адам болады. Төртінші тармағыңызда 625. Бұл деген 7 ата ғой. Бала, немере, шөбере, немене, шөпшек деген сияқты. 5. Алтыншы линияңызда, мына жерде кішкене жазыпты,
6-шы линияңызда 15.625. В общем, дубликациямен 7-шы линияңызда 78.125 адам болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-шы линияңызда 78.125 адам болады. Сіздің шақырғаныңыз сол 4-5 адам, бірақ дубликация бойынша 7-шы линияңызда 78.125 адам болады екен. Енді қараңыз, бұл не береді? Сіздің жаңағы командаңызде ең 7-шы линияда тұрған адамдарыңыз, 78.125 адамыңыз, ең кем дегенде айына 50.000 теңге тапты делік. 50.000 теңге таза өздерінің тегін шетін өнімдеріне тапты делік. Соның 50.000 теңгенің көбейтесіз 5%, яғни 5%-ын компания береді. Анау 50.000 теңгенің 5.000 теңгесін алып қоймайды. Әр адам өзінің еңбек ақысын таза өзі алады, бірақ соған балама ретінде 5%-ын компания қанша теңге? 2,5 теңгесін сізге айлық береді. Енді қараңыз, 78.125-ті көбейтесі 2,5 теңге қанша теңге болады? 195.312.500 теңге. Бірақ линиядан ең төменгі 7-шы линияңыздан алып отырасыз. 6-ны санаған жоқпын, 5-ті санаған жоқпын, 4-ті санаған жоқпын, 3-ті, 2-ні, 1-ті санаған жоқпын. Тек 7-шы линияның өзінен сонша ақша түседі. Және де сол 195 миллионның барлығын минус 90% десе дейміз. Минус 90%. Сол кезде не шығады? 19 миллион шығады. Яғни қағаздағыдай бәрібір болмайды. Ең крайне, ең болмады деген цифраның өзін алып шығатын болсаңыз, сіз мэйчинг бонустан айына 19 миллион теңге тек 7-шы линияның өзінен, қалған есептемегенде, 2-шы линияңызды есептемегенде, и жаңағы 5 тармақтың барлығын есептемегенде сондай ақша шығарасыз. Міне, қайда бара жатырмыз біз? Міне, бұл қазір емес шығар, бірақ 4 жылдан кейін, 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін бұл қандай ақша береді сіздерге? Я, сіздің бірінші линияңыздағы 5 адам қимылдамауы мүмкін. Я, екінші адам клиент болып отыруы мүмкін. Но 3-те, 4-те, немесе 5-те міндетті түрде жауапкершілігін алған мықты көшбасшылар шығады. Мынау маркетингті көретін болса, көшбасшылар шығып жұмыс жасаған кезде солардың кезінде оларға ықпалыңыз сіздің тигеніңіз үшін именно осы бонустан айына 19-20 миллион теңге алып отырсаңыз, қай жеріңіз кетеді? Стабильно. Түсінікті? Именно мэйчинг бонуста сосын лимит жоқ. Чем больше сіздің көшбасшыларыңыз табыс тапқан сайын, тем больше сіз табасыз. Сол үшін де отрыв жоқтықтан, отрыв жоқ бұл жерде. Отрыв жоқ дегеніңіз, сіздің көшбасшыларыңыз сізден статусы жоғары болып кетсе де, сіздің 5 есе 10 есе статус жоғары болып кетсе де, сіз олардың бүкіл табыстарынан осыншама табысты компания сізді кезінде шешім қабылдап, сол кісілердің келуіне, сол кісілердің өсуіне, сол кісілерге білім беріп, еңбегіңізді аямағаныңыз үшін осы табысты сізге өмір бойы төлеп отыр. Вот қандай керемет. Түсіндіңіз? Келесі ол накопительный бонус. Накопительный дейді. Жинақтау бонус деп айтады. Бұны автобонус деуге де болады. Бұны квартирный бонус деуге де болады. Өйткені сізге компания ақшаның үстіне, бинардың үстіне бинар қосып берем деп отыр. 150.000 теңгеден артық тапшы дейді компания. 150.000 теңгеден командный бонустан артық тапшы дейді. Мен саған соның үстіне еще 15%-ын қосып берем дейді. Мана сіздерге айттық қой, 20% бинар дедік қой. Демек, мынау дополнительный бинар. Яғни бинар 20% емес. Кішкене 150.000 теңгеден артық табатын болсаңыз, сіздің бинарыңыз 23-24%-ға көтеріледі. Түсіндіңіз? Яғни 3,5 миллион теңге деген накопительный бонусты жинайды. Мана 15%. Тапқан ақшаңыз мысалы осы аптада 500.000 теңге таптыңыз. 500.000 теңгеңіз нақ таза аласыз, оның үстіне 15%-ын қосады. Яғни 75.000 теңгесін қосып, оны анау накопительный
конверттің ішіне салып қояды. Келесі апта 1 миллион теңге таптыңыз. Оның да 15% 150 мың теңге. 1 миллион теңгеңізді толық алдыңыз, оның үстіне 150 мың теңгені компания өзінен қосып тұр. Оны жаңағы 75 мың теңгенің үстіне қосып қояды. Тағы да бір шама уақыттан кейін 2 миллион табатын болсаңыз, оның 15% 300 мың теңге. Оны да накопительіңізге салып қояды. 3 миллион теңге 450 мың теңге салады. 5 миллион теңге 500 мың теңге салады. Неге 500 мың? Ол жерде артық болу керек қой. Өйткені накопительный бонустың беретінінде лимиті бар. 500 мың теңгеден артық компания бермейді. Ол дұрыс. Себебі маркетинг кергет қалмау керек бізге. Түсіндіңіз бе? Яғни мынау 3,5 миллион теңгені басында 1 жыл, 2 жылда аларсыз. Но статусыңыз, белесіңіз өскен сайын бұл 3,5 миллион теңге тоқтаусыз жиналады екен. Біздегі қазіргі таңдағы мықты көшбасшылар әр 1,5-2 ай сайын 3,5 миллион теңгені алып отыр. Әр 2 ай сайын, 1,5 ай сайын. Ол дегеніңіз, басында бұл 3,5 миллион теңгеге 1 жылда қыдырып келерсіз. Одан кейін желей берген кезде автомашинеңізге, квартирный бонусыңызға тоқтаусыз жиналатын бонус деп айтсақ болады бұны. Түсіндіңіз? Ақшаңыздың үстіне ақша қосып жинап беріп жатыр, жинақтап беріп жатыр. Түсіндіңіз ба? Бұны енді былай келіп жатқан ақша, енді бұған мен білетін көшбасшылар путешествиеға шығып жатыр. Семьясымен жылына бір рет машина алып жатыр, квартира алып жатыр. Енді сол бағытқа жұмсап жатыр. Сол үшін де бұл бонусты квартирный, автобонус и путешествиялық бонус деп те айтса болады екен. Самое главное, еще пассивный бонус та дейді бұны. Өйткені тоқтаусыз сізге болашақта 4-5 жылдан кейін тоқтаусыз 3,5 миллион теңге еңбек ақыңыздың үстіне өзі түсіп, тоқтаусыз түсіп отырады. Как сдачаға деген сияқты. Келесі бонус, ол бізде ол статусный бонус. Статусты бонус деп аталады. Статусный. Яғни, білесіздер, бұл жерде де карьерный рост бар. Карьерный рост мүлде маркетинг планға қатыссыз. Яғни, карьерный рост сізге не береді? Карьерный рост сізге признание береді. Карьерный рост сізге белес береді. Партнерский советке кіруді береді. Яғни, в основном құрмет, в основном признание. И және де 6-шы бонусқа сізге жол ашып береді. Енді қараңыз, бұл жерде статус 4-ке бөлініп тұр. Ең бірінші статус менеджерский статус. 1, 2, 3, 4, 5 болып бөлінеді. Екінші статус супервайзерский статус. 1, 2, 3, 4, 5. Үшінші статус директорский статус. Ол да 1, 2, 3, 4, 5 болып бөлінеді. Ең жаңағыдай основа негізгі статустар жоғарғысында амбассадор, вице-президент, президент, клуб основатель болып бөлінеді. Осы 4-еуге. Және де бүкіл статустың барлығы накопительный, без выращивания жабылады. 600 бен 600 теңгесі менеджерсіз, 1000 мен 1000 теңгесі менеджер екісіз деген сияқты. Бір-біріне жинап кете береді. Анау объемды заново жина деп тұрған жоқ. 600-дің үстіне 400 қосылады, 1000 болады. 1000-ның үстіне 1000 қосылса 2000 болады. Сөйтіп бір-біріне шелекте толған сияқты толып статусыңыз жабылып кете береді. Зато алғашқы статусында полный бренд одеждалар береді. Одан кейінгі супервайзерден төмен бүкіл жаңағыдай статусны подарктердің барлығын ақшалай береді компания. Ақшалай. Оның ішінде телефон, ноутбук, машина, путешествие, бизнес авто барлығы бар. Түсіндіңіз? Енді әрине, мен өзім қызыққаным, ең басты маған көзге түскен, әрине ол мынау вице-президент, амбассадор деген статустар. Ең қызыққаным осы қызыл статустар. Неге десеңіз, без выращиваниесіз мынаған жету оңай. Көптеген компанияларда бар бұл статус. Президент, вице-президент, 2000-3 миллион объемды теңестірсең болды деп тұр. Но выращивание қосып қояды. А выращивание қосты деген сөз, сіз моған жете алмайтындай қылып тастайды. Выращивание деген ол сіздің мынау статусқа баратын жолыңызды 10 есе, 20 есе
ұзартады. Мына жерде без выращивания тек теңесті деген сөз, ол дегеніңіз, міне қазіргі таңда айналдырған 2 жылдың ішінде 3 жылға жетпей бізде көшбасшыларымыз вице-президент Мерхат мырза, амбассадор деген статустарды ол амбассадор жауып тастап отыр. Өзіміз де жетіп қалдық, біз де 3-ке 4-ке келіп қалдық. Амбассадорға 5-5 минут отырмыз. Түсіндіңіздер ма? Әрқайсыңызда спокойно болған жетуге болады. Кішкене талпынып 1 жыл, 2 жыл, 3 жылда барыңды, нәріңді салатын болсаң, спокойно жабуға болады. Самое главное, статус сізге не береді? Бірінші, директор статусына жетіп қалатын болсаңыз, партнерский совет. Именно президенттің советіне, жаңағыдай партнерский советке кіресіздер. Ал амбассадор статусына кірдіңіз бе, бүкіл 6-шы бағыт мировой обороттан амбассадор 1%. Бүкіл обороттан 1%-ны алып отырады. Ана айтамыз ғой, пенсия дейміз, басқа дейміз. Міне, бүкіл оборот өзіңнің ғана емес, бүкіл параллельный және де бүкіл жұмыс жасап жатқан мемлекеттердің оборотынан алып отырады. Вице-президент болдыңыз ба, уже тағы да 1%, яғни 2%-ны алып отырасыз. Ал президент деген статусы болдыңыз ба, 3% бүкіл мировой оборот. Қытайдан да, Ресейден де, Европадан да, Қырғызстаннан да, Қазақстаннан да, Өзбекстаннан да, ертең қанша мемлекет қосылады, бүкілдің оборотынан сіз 1% дегеніңіз ол өте үлкен береке, бақ десек те болады. Соның барлығын беріп тұр. Болмашы мына тұрған амбассадор, вице-президент деген статуста. Кішкене 4 жылға, 5 жылға өзіңізді жүгіртетін болсаңыз. Яғни, айтады ғой, мен бірін айтатын тұғым. Адам 40 жыл еңбек етіп, 40 жыл жаңағыдай пенсияға жүгіреміз ғой, барлығымыз. Пенсияға жүгіреді. 40 жыл еңбек етіп, болмашы бір 100 мың, 200 мың пенсияға жүгіреді. Және де ол пенсиясына қаншама адамдар жетіп, 2-3 жыл алып кетіп қалып жатқан адам қаншама. Жете алмай кетіп қалып жатқан адам қаншама денсаулығымен. Мына жерде сізге мұрагер қылып қалдырып тұр ғой. Болады ғой, ертеңгі сіздің бала шағаңыздың, немереңіздің ешкімге жалтақтамай, ешкімге сұранбай өмір сүруіне сіз 3 жыл, 2 жыл өзіңізді былай қамшылап тұрып жұмыс жасауға болады ғой. Самый главный компания стабильності беріп тұр ғой, гарантты беріп тұр. 1 жылға емес, 5 жылға емес, өте үлкен срокқа келіп тұр ғой. Түсіндіңіз ме? Сол нәрсені миыңызға кіргізетін болсаңыз, сіз аянбай еңбек етесіз. Сіз аянбай ешкімге былай жаңағыдай ешкімнің оправданиясы кірмей, ешкімге мұрат мақсатыңызды ұрлатпай жұмыс жасайсыз. Ешкімнің оправданиясына кірмей. Түсіндіңіз? Именно статусыны бонус сол береді, соны береді сіздерге. Өте жеңіл. Келесі ол әрине жетінші клуб-основатель. Клуб-основатель деген не ол? Клуб-основатель деген ол сіз уже компанияның құрылтайшысыз деген сөз ғой. Ол біреудің компания емес, ол басқа емес, ол сіздің нағыз құрылтайшы акционердің қатарына кірдіңіз деген сөз. Ол жерде бөлек условия. Яғни сіз бен біз біреудің емес, өзіміздің серіктестігіміз, өзіміздің компаниямызды құрып жатыр деген сөз. Түсіндіңіз? 8-ші ол әрине travel бонус. Travel бонус ең қызық жері ғой, ең қызық жері. Яғни ол сіздің жаныңызға азық деп айтсақ та болады. Айттық қой бана, тәннің саулығы, тән саулығына не? Витаминдер, мықты премиум кластағы өнімдерді тегін ішіп отырамыз. Тегін ішіп отырмыз мысалы. Екінші нәрсе не ол? Ол әлеуметтік саулық. Әлеуметтік саулыққа бүкіл табыстардың барлығын шегелеп тұрып мен сіздерге қазір айттым. Үшінші саулық не ол? Ол жан саулық. Жан саулық. Сіздің жаныңыз қашан жадырайды? Ол екі нәрсемен мен білетін. Біріншісі, ол жақсы нәрсені адамдарға айтып, жақсы өнімдерді айтып, олар нәтиже алып, сізге рахметін айтқан кезде, сіз жаңағыдай сіздің тарапыңыздан нәтиже алған кезде, өнімнен, бизнестен, кәсіптен нәтиже алып, өзінің бала шағасына адал ақысын апарған кезде, от сіздің жаныңыз жадырайды сол кезде. Сіздің жаныңыз рахаттанады, сіздің жаныңыз қанаттанады. Екінші нәрсе, жан қашан рахаттанады? Елді, жерді, әлемді көрген кезде, әлемді таныған кезде рахаттанады, жадырайды. Өйткені айтады ғой, біздің міндетіміз
кез келген дүниенің көрінбейтін, көрінетін ғажайыптарының барлығын көруге біз міндеттіміз. Алла тағала солай жаратқан дейді. Сол үшін де кез келген бағыттағы рухани кітапты ашсаңыз да, бизнес кітапты ашсаңыз да, даже денсаулықтың кітабын ашсаңыз да, не дейді? Ел көр, жер көр, ел таны, жер таны, саяхатқа шық, саяхатқа апар деген нәрселерді көп айтады. Ал компания ең кем дегенде жылына 1 рет, максималды 2 рет саяхатқа апарып жатыр. Кеше ғана Абу-Дабиде болдық, әрине оның алдында Катарда болдық, оның алдында жаңағыдай Малайзияда болдық, оның алдында Шри-Ланка болдық. Енді келе жатқан вообще бомба, мықты преимуществолық Хайнян келе жатыр. Почти 1 ай қапты соның күресіне. 3 ай болды, 3 рет жүріп жатыр. Яғни компанияның путешествиясының деңгейін мен сіздерге айта алмаймын. Деңгей деген ол вообще керемет. Вообще әрбір мелочь, әрбір санаттағы премиум класстағы путешествие деп айтсақ та болады. Даже мен бір Григорий Кавицкий президенттің аузынан 1-2 сөз естідім. Даже бір адамның басына 4,000-4,5 мың долларға дейін аударылады дейді. Ол дегеніңіз бір адам басына 2-2,5 миллион теңгеге дейін, 3 миллионға дейін ақша аударылады деген сөз. Яғни премиум класстағы 5 жұлдыздық, 7 жұлдыздық отельдерде жаңағыдай өтеді. Және де условиясын бәрін орындайтын болсаңыздар, бүкіл сіздің перелет, проживание, ішіндегі экскурсиясы, барлығы соның ішіне кіреді. Түсіндіңіз? Қазір енді не болып жатыр? Именно Хайняның путешествиесіне условия болып жатыр. 300 мың тревел балл орындайтын болсаңыз, бүкіл бір тиын шығармай путешествие қиырсыз. Бүкіл преимущество кіреді. 200 мың теңге тревел балл орындайтын болсаңыз, самолет и полный отель кіреді. Ал 100 мың тревел балл орындайтын болсаңыз, тек отельде, отель, тамағы, в общем, полный отельдің проживаниясы, тамағы барлық кіреді. Солай істеп жатыр. Керемет. Әркім өзінің шамасына қарай, или 100 мың, или 200 мың, или 300 мың тревел балл орындауға болады. Соның нәтижесінен үшеуі де жаңағыдай путешествиеға баруға мүдделі болады. Енді қараңыз, тревел баллды қалай жинаймыз? Жаңа сіздерге айттық қой, ең бірінші пакет кішкентай, мана 50 мың теңгелік пакет дедік қой, онымен адам жинайтын болсаңыз, сізге жазатын болсаңыз, сізге 500 тревел балл береді. Ақшадан бөлек 500 тревел балл. Екінші 90 мыңдық пакетпен адам жазатын болсаңыз, сізге 1000 тревел балл береді. Үшінші 180 мың теңгелік пакетпен бір адам жазатын болсаңыз, сізге 3000 тревел балл береді екен. Ал 360 мыңдықпенен 5000 тревел балл, ең үлкен пакетпен жазатын болсаңыз, 10 мың тревел балл береді екен. Түсіндіңіз? Және де ол тревел балдарыңыздың барлығы бір бос нәрсе емес, ол кәдімгі ақша деп айтамын. Ана жерге баламалап қойғам. Ол примерно 10 мың дегеніңіз 500 доллар, 250, 150, 50, 25 доллар деп жазып қойғам ана жерге. Байқадыңыздар ма? Ол кәдімгі ақша, өйткені оған сіз ертең путешествиеға сіздің бүкіл шығындарыңыздың барлығын қамтитын тревел балл бұл. Енді қазір осы аптада вообще керемет не болып жатыр? Не дейді андай? Акция болып жатыр. Двойной, екі еселеп жатыр. 500 емес, 1000 беріп жатыр, 1000 емес, 2000 беріп жатыр, 3000 емес, 6000 беріп жатыр, 5000 емес, 10000 беріп жатыр, 10000 емес, 720-ға 20000 беріп жатыр. Двойной. Яғни 100 мыңды сіз 4-5 адаммен орындап тастауыңызға болады. Қиын емес. Вот. Түсіндіңіздер ма? Адам рекрут жасағаныңыз үшін сізге ақшасын да, табысын да беріп жатыр. Плюс еще оның үстіне тревел барын қосып беріп жатыр. Түсіндіңіздер ма? Екінші тревел бонусты жинау, ол вообще керемет, ол бинар. Сіздің кіші веткаңыздан, кіші аяғыңыздан қанша оборот өтті, соны 5 еселейді автоматом. 500 балл өтетін болса, 5-ке көбейтеді, 2,5 тревел балл береді. 1000 болатын болса, 5000, 5000 өтетін болса, 25000, 10000 өтетін болса, 50000, 20000 өтетін болса, әйтеуір бір уақыттарда 100 000 тревел балл өтті дедік. Түсіндіңіз? Екі жол. Осы нәрсеменен жаңағы 100 000 тревел балл дегенді әшейін бір ғана кіші веткаңызбен
4-5 адаммен орындап тастауға болады. 300 мың тревел бал дегеніңіз примерно ол үлкен пакетпенен енді 5 жердегі 4-ің 20, 10, 20 адаммен орындап тастауға болады. Соған бақандай 3 ай беріп жатыр. Енді ойлаңыз, барлығын шашып тастайтын болсаңыз, күніне әйтеуір бір рекорд жасайтын болсаңыз, 100 мың, 200 мың, 300 мыңды орындап тастауға болады. Даже бізде бір кісілер болады, бір апта қалған кезде патырлап тұрып 200-де, 300-де орындап тастап жатқан. Түсіндіңіз? Сол үшін де именно travel бал ол сізге мықты путешествие, саяхаттың деңгейін береді. Неге? Саяхатқа шығу керек, көрсету керек. Сізге адам екі-ақ нәрсемен келеді. Екі нәрсе. Ол не? Екеуде нәтиже. Өнімнен нәтижені көрсетуіңіз керексіз. Және де істеп жатқан кәсібіңізден нәтижені көрсетуіңіз керексіз. Ал нәтиженің алғашқы қадамы не ол? Саяхатқа шығу. Саяхатқа шығып, ел көріп, жер көріп, сіздің сознанияңыз, ой өрісіңіз ашылып, және де сізді бақылап отырған адамның барлығы, мына кісі кеше ғана осыны бастадым деп артынан қалмай айтып еді, бүгін мінекей қайнанда жүр, ертең қарайды, анда жүр, мында жүр. Не? Ол сізге мықты преимущество, сізді мықты деңгейіңізді көтереді. Түсіндіңіздер? Сол үшін де компанияның тарапынан болып жатқан путешествиялардан қалмау керек. Именно travel бонус сізге соны береді. Хорошо? Так. Жаңағы айтып отқан мінекей мынау ассоциация прямых продаж. Ассоциация прямых продаж. Яғни кез келген компанияны салыстырамыз деп айтады ғой. Именно салыстыратын болсаңыз, осы ассоциация прямых продаж ұйымындағы компаниялармен салыстырыңыз. Өйткені компания деген бүгін ашылады, ертең маркетинг өзгертеді, ары күні жабылады. Сондай болып жатыр мысалы қазіргі таңда. Түсіндіңіздер? Именно маркетинг планы бойынша защищенный, өнімі бойынша защищенный, бүгін ертең өзгеріп, бүгін ертең басқа жатпайтынына гарант ол ассоциация прямых продаж. Сіздерге айтайық. Өйткені ассоциация прямых продаж именно бүкіл компаниялардың басшыларын қарайды екен. Бүкіл компаниялардың ниетін қарайды, маркетингтің тұрақтылығын қарайды, өнімнің тұрақтылығын қарайды, өнімнің составының ішінде дәл сол сертификаттардың барлық жүйелерін қарайды, оның халалдығын қарайды. Содан кейін барып ұйымға мүше қылып кіргізеді. Өйткені қазіргі таңда адамның барлығы ақылды. Сөзге сенетін заман емес, қазір фактіге сенетін заман. А факті міне интернетке жазыңыздар, ассоциация прямых продаж деп жазсаңыздар, сарт еткізіп көзіңіздің алдына осылай қылып шыға келеді. Хорошо? Ал мінекей. Вау. Қысқаша деп ем, бірақ 1 сағатқа дейін созылыпты. Сұрақ болса қоя берсеңіз болады. Где-то бір 5-10 минут сұраққа көз жүгіртейік, ары қарай сақтап қоямыз эфирді. Жаңа именно мына слайдтарды асығыс чат GPT-мен жасаған ғой, сөйтсем 1-2 жерін қате кетіп қапты, көрдіңіздер ма? Оны келесіде туралап қоя саламыз. Мен қазір Жанар ханым екеуміз директор 3 статусындамыз. Директор 3 статусындамыз. Яғни компанияда мана айттық қой, примерно 20 шақты статус болатын болса, 4 кезеңнен тұратын. Соның почти 15-нен астық, құдай қаласа. Я. Енді бұл эфирді мен бір сақтап қоямын. Өйткені кез келген көрген адам ұзақ болса кішкене не қылады да, сақтаймыз да и сұраққа бөлек эфир жасаймын. Хорошо? Мен мұнан қазір сақтаймын, сөйтемін да қайтадан кірем. Егер де сұрағы бар кісілер болатын болса, қайтадан эфирге кірсеңіз болады. Жарайды? Жақсы.